Мен бүгін сіздермен қашықтықтан оқыту жағдайында математикалық сәйкестендіру тесттерін қалай бейімдеуге болатындығы туралы тәжірибеммен бөліскім келеді. Математикалық сәйкестендіру тесттері оқушылардың білімдерін жинақтау, тиянақтау және жүйелеу үшін қолданылатын тиімді қалыптастырушы бағалау құралы болып табылады. Математикалық сәйкестендіру тесттерінің қарапайым түрі бір сұраққа бір жауапты сәйкестендіру арқылы жасалады. Қарапайым сәйкестендіру тесттерін қашықтықтан оқыту жағдайында қолданғанда әрбір сұрақ 30 секунд сайын шығатындай етіп анимацияланған презентацияларды пайдаланған дұрыс. Әрбір сұрақ шығып отырған сайын оқушылар ойланып, өз жауаптарын жазып алады. Барлық сұрақтар экран бетіне шыққаннан кейін оқушылар жауаптарын чатқа жазып, мұғалім оқушылардың жауаптарымен танысады. Содан кейін мұғалім дұрыс жауаптарды экранға шығарып, егер оқушыларда қателер болған жағдайда түсіндірулер жасайды. Уақыт мөлшеріне байланысты сәйкестендіру тесттеріндегі тапсырмалардың саны әртүрлі болуы мүмкін. Сонымен қатар, сәйкестендіру тестін бір сұраққа бірнеше жауап нұсқасы берілетіндей етіп жасауға болады. Мысалға, келесі келтірілген жағдайда бір сұраққа 3 жауап нұсқасы берілген. Осы жауаптардың ішінен дұрыс жауап нұсқасын таңдап отырып, оқушылар жауапты әріптер тізбегі түрінде чатқа жазады. Барлық оқушылар жауаптарын жазғаннан кейін мұғалім дұрыс жауапты экран бетіне шығарып, оқушылардың қателерімен жұмыс жасайды. Сәйкестендіру тестінің тағы бір түрі бірнеше деңгейлі сәйкестендіру тесті. Мысалға, келесі слайдта осындай тест берілген. Бірінші бағандағы функция графиктерінің кескіндеріне, екінші бағандағы функцияның атауларын, үшінші бағандағы функцияның өрнегін және төртінші бағандағы функция графигінің атауын сәйкестендіру керек. Яғни оқушылар 4 деңгейлі сәйкестендіру жасайды деген сөз. Сәйкестендірудің жауаптары әрбір жол бойынша жеке-жеке жазылады. Мұғалім жауаптарды әр жол бойынша жеке-жеке анимацияланған слайд түрінде көрсете алады. Не болмаса, барлық жауаптар тізбегін дұрыс ретпен орналастырып, бір слайд түрінде көрсетуге болады. Сәйкестендіру тесттерін автоматтандыру үшін Live Worksheets жұмыс парақтарын пайдалануға болады. Сіздердің алдарыңызда берілген мысалда Live Worksheets жұмыс парағында берілген тапсырма көрсетілген. Бұл тапсырмада 4 есеп пен 4 жауап берілген. Оқушылар жауаптардың нөмірлеріне сәйкес есептердің нұсқаларын жазуы керек. Сонымен қатар Live Worksheets жұмыс парақтарында есептің сұрағына жауапты беттестіру арқылы орындайтын тапсырмаларды да дайындауға болады. Маған сәйкестендіру тесттері оқушылардың қашықтықтан оқыту жағдайындағы сабақтағы белсенділігін қадағалауға және олардың білімдеріндегі олқылықтарды уақытылы анықтап отыруға көмектесті. Назарларыңызға рахмет.